Егер де ұйқы безіңіз ауыратын болса, оның соңы панкреатитке ұласуы мүмкін. Ол тез жазылмайды, емі де ұзақ уақытты қажет етеді. Бірнеше дәрілердің тізіміне қоса арнайы диетада ұсынылатын болады. Сіздің сүйікті тағамдарыңыздың кейбірінен бас тартқыңыз келмесе, халықтық жолмен дертіңізге дауа табыңыз. Ол үшін мен айтатын 4 әдісті қолданғаныңыз дұрыс. Ауруыңыздан әп-сәтте айығатын боласыз. Егер де ұйқы безі ауруларының белгілері оң және сол жақ қабырғаның асты ауырған жағдайда, іш өткенде, іш кеуіп желденген жағдайда, жиі кекіру мазалағанда, жүрек айнағанда, уақыт создырмай дәрігерге қаралғаныңыз абзал. Қажетті ем шараларын жүргізуді кейінге қалдырмаңыз. Егер дәрігерге баруға уақыт таппасаңыз, біз ұсынған осы әдістерді жасап көруге тырысыңыз. Біріншісі, аскөк дәні. Емдік тұнбаны дайындау үшін 1 шай қасық аскөк дәнін 200 мл қайнаған суға саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып тұндырып қоясыз. Шамамен 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 жұтымнан күні бойы ішесіз. Екіншісі, сұлы ботқасы. Әжелеріміз ұйқы безін сұлының көмегімен емдегенін біріңіз біліп, біріңіз білмейтін боларсыз. Сұлының қайсы түрі болса да ұйқы безіне шипа болатын қасиетке ие екені дәлелденген. Ем үшін 1 литр суды отқа қоясыз, қайнап шыққасын жарты кезде сұлы ұнтағын саласыз. Баяу отта 10-15 минуттай қайнау керек. Белгіленген уақыттан соң отты өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қоясыз. Дайын болған ботқаны таңғы асқа жейсіз. Емді күнде таңертең 1 апта үзбей жүргізесіз. Ескеріңіз, ботқаға майда, тұзда, қантта қосуға болмайды. Және де лимон мен сарымсақ. Бұл рецепте ұйқы безі ауруына ем болады. Оны дайындау үшін 2-3 дана лимон, 3 бас сарымсақ, 100 грамм ақжелкен қажет болады. Панкреатиттен бір жолата құтылғыңыз келсе, осы емді қоспаны әзірлеуге тырысыңыз. Алдымен қажетті заттардың барлығын жуып тазалап алып, блендерден ұсақтайсыз. Біркелкі езілген қоспаны шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қоясыз. Дайын болған қоспаны тамақтануда 15 минут бұрын қабылдайсыз. Емді 3 ай жалғастырасыз да, сосын 2 ай үзіліс жасап, саулығыңызға қарай емді жалғастырсаңыз болады. Және де қара құмық. Ұйқы безі ауруына қарсы тұратын қара құмық екенін білесіз бе? Бойыңызды билеген аурудан 10 күнде құлан таза айығасыз. Ол үшін 10 күн бойы кефирге бұқтырылған қара құмық жеуге әдеттеніңіз. Ботқаны дайындау үшін 1 стакан қара құмық жармасына жарты литр кефир құясыз. Қақпағын жауып түнге қалдырасыз да, таңертең жақсылап желдетілген қара құмықты таңғы асқа жейсіз. Егер тым көп тамақ жеуге үйренбеген болсаңыз, бұл мөлшерді 2-ге бөліп, таңертең және кешке жеуге де болады. 10 күннен соң емді тоқтатасыз. Арада 10 күн өткізіп, қажет болса қайтадан қайталасаңыз болады. Бұл әдісті қолданғаннан кейін 2-3 күнде оң нәтижесін көруге болады. Қабырға астының ауырғаны басылып, өзіңізді жайлы сезінесіз. Сонымен қатар үлкен дәретке қалыпты барып жүргеніңізді байқайтын боласыз. Әрі теріңіз тегістеліп, бетіңіз тазарады. Осынау сұлулыққа ие болғыңыз келсе, бұл әдісті байқап көріңіз. Және де халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алғаныңыз абзал. Сіздермен бірге болған Гаухар. Деніміз сау болсын.